Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге нағыз өзбек халқының палауы емес, кәдімгі қазақтардың палауын жасайтын боламыз. Ол үшін мен 600 грамм сәбіз, 600 грамм ет, бір дана жуа және қалауыма қарай горох қостым. 200 грамм оны бір күн бұрын суға тұндырып қойдым. Қатты қызып тұрған майымызға жуамызды салып жақсылап қуырып аламыз. Осылай қаралау болып жатса уайымдамаңыздар. Жуа себебі сарғайған сайын палауға өте әдемі дәм береді. Одан соң етімізді алып, оны да жақсылап қуырамыз. Кейбір кісілер ет емес, әуелі сәбізді қосып жатады. Бірақ мен ең әуелі жуа, одан соң ет, осы екеуін қатты қыздырып жақсылап қуырып аламын. Ал сәбізді қатты қуырмаймын. Мен осылай жасаймын. Сәбізімізді қатты қуырмаймыз. Одан соң горохымызды қосып, кішкене 1-2 минут қуырып жібереміз. Осылай қуырып жатқан сәтте 1,5 шай қасық тұз сеуіп, қалауыма қарай палауға арналған осындай дәмдеуіштен кішкене ғана қосып жіберемін. Бір литр 300 мл су қосамын. Мен суды міндетті түрде қайнатып алып, бірақ қосамын. Сонда тез қайнайтын болады. Қазаным қайнайым дегенше палаудың қасына ешқандай салат болмады. Сондықтан кішкене осылай жуаны турап, дөңгелек етіп турадым. 2 дана жуан алдым, кішірек. Осыны тұздап, қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Сонда суы шығып, дәмі кіріп, әдемі болып тұрады. «400 грамм күріш қостым. Күрішті ешқандай алдын ала суға салып қоймаймын, тек қана 1 шай аламын. 1 сағат 20 минут өтті. Енді етімді алып, күрішті салуға қазанымды дайындаймын. Күріштен бұрын 1 шай қасық зира салып жібереміз. Жақсылап барлығын қайнатып, енді күрішімізді саламыз. Егер суыңыз көзбен қарағанда, көз мөлшермен есептегенде көбірек болса, онда астын қаттырақ қайнатып, суын тартып аласыздар. Суым кішкене тартылды. Енді бетіне кез келген үйдегі пакетті жауып қоямын, себебі күріш буыда жақсылап пісуі үшін. Осылай 20 минутқа бетін жауып қоямын. 20 минуттан кейін күрішті қарап тексеруге болады. Және астын жай қоямын. Жиырма минуттан кейін қазанымды ашып қарадым. Кішкене суын тағы да тартыңқырау керек. Ол үшін осылай күріштерді үйіп, қасықтың көмегімен дөңгелек етіп, ауа өтетіндей қылып жасаймыз да, бетін тағы да пакетпен, жаңағы пакетімізбен орап 5 минутқа қалдырып қоямыз. Мінекей біздің күрішіміз дайын болды. Енді бұны ыдысымызға салып, етімізді де үстінен салып, дастарханымызға ұсына береміз.
палауды әркім әрқалай жасайды. Менің жасау әдісім осылай. Ал ендеше менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын.